Народныйдан кредит алған кезде сіздер мән беруіңіз керек болған нәрсе. Сіздер қазір онлайн алып жүрсіздер ғой, сол жерде сізде таңдау шығады. За снятие займа 4% таңдаңыз, немесе оплата страховки таңдаңыз деп. Сол кезде сіз снятие займа таңдайтын болсаңыз, сіз алған кредиттің 4%-ін ақша организовать етіп, кредитті организовать етіп берген үшін деп банк ұстап қалады екен, ол ақша қайтарылмайды екен. Ал сіз страховканы таңдасаңыз, ол кезде сіз 14 күн толмай сол страховканың ақшасын қайтарып алуға мүмкіндіктеріңіз бар екен. Оны мен қазір білдім, біле салып бірден сіздерге хабарлағым келіп тұр. Народныйдан кредит алатын кезде осыны ескеріңіздер. Сіздерде екі таңдау болады. Страховканы алмаймын деген сөз жоқ екен. Просто страховканы таңдай салыңыздар и оны 14 күннің ішінде қайтарып алыңыздар. Займды таңдап, бекерге кредитін төлегенше, үстіне мысалға бүгін бір клиент хабарласты, 5 миллион 200 мың алған, 200 мыңын займға ұстап қалған, ол ақша қайтарылмайды.